Қайырлы күн. Кеш жарық. Қайырлы күн деймін. Кеш жарық, достар. Бүгін уәде еткендей тікелей эфирде шығып, біз қазір бүгін өте қызықты тақырып болады. Ораторлық сабақ. Ораторлық сабақ дегеніміз бұл тойларда, жиындарда, көпшілік жағдайдағыда, көпшіліктің алдына шыққанда қалай сөйлеуіміз керек, не туралы айтуымыз керек, айтылатын сөзімізді ұмытып кетпес үшін не істеуіміз керек. Кейде болады мынадай жағдай: сахнаға шығып, халықтың алдына шығып, бірдеңе айтайын деп шығамыз, бірақ сөз сөйлеп болғаннан кейін, орнымызға келіп отырғаннан кейін қарасақ, мүлдем басқа нәрсе айтқандай боламыз. Мен жаңа басқа нәрсе айтайын деп едім, не айтып кеттім мен деген секілді ой болады. Ол барлығында да болады. Сондықтан біз бүгін сол жайлы айтатын боламыз сіздерменен. Қыздар кішкене қосылсын, күтейік қыздарды. Бүгінгі ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Аллах тағала ниет, тілек, садақаларыңызды, пітірлеріңізді қабыл етсін. Енді барлық қалаларда, барлық жерінде Қазақстанның ауыз ашып болды деп ойлаймын. Сол үшін осы уақытқа қойған болатынбыз. Кімнің қандай сұрағы бар, бірден жазып өте беріңіздер. Сұрақтарыңызға біз ораламыз. Көпшіліктің алдында сөйлеген кезде кім неден қынжылады, кімнің қандай проблемасы бар, неліктен болады ол, неліктен біз айтатын сөзімізді ұмытып қаламыз, немесе бізді естімейді, немесе мынадай болады. Мысалы, көпшіліктің алдында сөз сөйле деген кезде микрофон берсе, жоқ, сен айт, мен айтпай ақ қойыншы, мен сөйлемей ақ қойыншы деп. Немесе мынадай болады: мына Айжаннан кейін сөз қалмады, не айтарымызды білмейміз, енді Айжаннан кейін сөйлеу мүмкін емес деп. Мысалы, сондай болады. Немесе мен осы жерде айтылып отырған тілектердің барлығына қосыламын деп сөйлейміз. Бұл жерде қате не? Көпшіліктің тілегіне қосылу үшін келген жоқсыз. Сіз мысалы құрбыңыздың үйіне келген кезде, құрбыңыздың мерекесіне, іс-шарасына келген кезде, сіз сол құрбыңыздың қуанышына ортақтасу үшін, соған өзіңіздің игі тілегіңізді білдіру үшін, ізгі ниетіңізді білдіру үшін, демек, сол құрбыңызбен, досыңызбен, туысыңызбен бірге асыр салып, қуанышын бірге қуану үшін келдіңіз. Оған бір ауыз болса да тілек айту үшін. Тіптен бақытты бол деген сөздің өзін. Мысалы, мен бақытты бол деп айтсам, Айжан бақытты бол деп айтса, ол өзінің ниетінен айтып отыр, өзінің ішкі тілегін айтып отыр. Мен де өз атынан айтатын болсам, мен де соны айтып отырмын. Мына жерде сұрақтар келіп жатыр екен. Жаңағы барған массаж қалай аталады дейді. Скульптор массаж оның аты. Мен сториста оны салып өттім. Скульптор Нұрсұлтан деп аталады. Соған барсаңыздар болады. Гүлнара деген келіншек өте керемет жасайды. Қыздар, енді осы ораторлық сабақтан ауытқымайық. Демек, мені басқа тақырыпқа алаңдатпауларыңызды өтінемін. Себебі осы тақырыпты барынша сіздерге жеткізуге тырысамын. Және бұл эфирді соңына дейін көріп шығыңыздар, және де соңына дейін көріп шыққан кезде бұл эфир 48 сағат қана сақталады. Бұл эфирді сіздер содан жақындарыңызбен бөлісіп жіберіңіздер. Көріп қалсын барынша, себебі бұл эфир кейін алынып тасталынады. Бұл эфирді біз, тегін сабақтарды біз қасиетті Рамазан айына хадия ретінде сіздерге үлкен бір сыйлық ретінде жасап отырмыз. Біздің де білгенімізді менің оқырмандарымның барлығы білсе екен деп тілеймін. Егер де сіз этикет мектебінің парақшасына тіркеліп отырған оқырман болсаңыз, онда сіз де этикеттен алшақ емес дегеніңіз. Онда сіз де кәдімгі парасатты, әдепті, мәдениетті тұлғасыз деген сөз. Сіз де оның бұл этикеттің ережелерін барынша ұйғарып білгеніңіз абзал дегенді білдіреді. Егер біз наубайханадан шығатын болсақ, кіммен дос болғаныңды бірден білуге болады. Досыңның кім екенін айтсаң, мен сенің кім екеніңді айтып берем деген мақал бар. Наубайханадан шықсақ, біздің үстімізден ненің иісі шығып тұрады? Әрине нанның, піскен нанның иісі шығып тұрады. Егер біз француздық үйден шығатын болсақ, үстімізден кәдімгі хош иісті әтірдің, иіссудың иісі аңқып тұрады. Этикет мектебінде сіз
этикет мектебінің оқырманы болсаңыз, тіптен парақшасына тіркеліп, оны көріп жүрген болсаңыз, онда сіз міндетті түрде этикеттің ережелеріменен таныс боласыз. Себебі біз сабақтарды үзбей күнделікті стористарда салып отырамыз. Өткен жолы бір кісі айтады, парақшаңызға кіріп сіздің қаншама айтқан нәрселеріңізді мен өзіме скриндап алғам, жазып тіркеп алғам. Парақшаңызды қарасам, ақпаратты таба алмадым дейді. Себебі қыздар, ақпараттың барлығын мен сториста айтамын. Сол үшін стористарды үзбей көріңіздер. Негізгі ақпаратты, этикет сабақтарын, этикет негіздерін, этикет құпияларын, асхана этикеті, бизнес этикеті, зайырлы этикет, протокол этикеті, барлығын біз сториста айтып жүрміз. Сондықтан эфирді соңына дейін көріп, стористарды қарап жүріңіздер, осы эфирді соңына дейін көріп, және де жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісіңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз біздің ораторлық сабақ. Бұл тақырыптың негізін мен әжемнің сабақтарынан алғам, ал менің әжемнің ұстазы Мұхтар Әуезов атамыз болғанды. Және де Сәбит Мұхановтың шәкірті болған менің әжем Шахида Абушахман қызы деген қазақ тілі әдебиетінің маманы. Зергерлік гарнитураңыз өте әдемі дейді. Жақсы, рахмет сізге үлкен салтанат. Демек қыздар, сұрақты бүгінге осы тақырыпқа орай қойайық. Бір-біріміздің уақытымызды алмайық. Өзгенің уақытын алып қойып, оның өзге оқырмандардың обалына қалып қоймайық қыздар. Сондықтан бүгінгі тақырып ораторлық сабақ. Кім қандай нәрседен қысылады, кім қандай нәрседен қиналады, сол жайлы сұрақтарыңызды қойып өтіңіздер. Комментарийлар қосылып тұрған кезде комментарийларға жазыңыздар. Немесе мен қазір комментарийді сөндіріп қойғаннан кейін, мына төменде плюс батырмасы тұр. Осы плюс батырмасына басып, сұрақтарыңызды қойып өтсеңіздер болады. Эфир бізде 1 сағатқа жуық болады. Сол аралықта барынша ақпаратты сіздерге беруге тырысамын. Демек, ораторлық дегеніміз не? Оратор деп кімді айта аламыз біз? Оратор деп мына кітаптен оқып алған дүниені алып сіздердің алдарыңызға, мысалы, кітаптегі нәрсені айтып беріп, оратор бола алмаймыз. Еш уақытта. Оратор дегеніміз кім? Жалпы енді мына жерде қыздар қосылып жатыр, жазып өтіңіздерші. Кім қай қаладан? Мен білейінші қазір. Бұл өте маңызды қыздар. Себебі қазір біз сіздің қасиетті ата-бабаңыздың тұрған жеріне туып өскен, маңдай тері тамып еңбек еткен, қан теріменен жаудан сақтап алған сіздің ата-бабаңыздың жеріне біз қазір нақты талдау жасаймыз. Сондықтан кім қай жердің тумасы? Жазып өтіңіздер. Жылдам қыздар, бір-біріміздің уақытымызды алмаймыз. Атырау, Алматы, Шымкент. Тост айтқандай кезде сәл кекештенем дейді. Өте жақсы сұрақ, салтанат, өте жақсы. Бұған біз қазір ораламыз. Көпшіліктің алдында еркін сөйлей алмаймын дейді. Дұрыс. Ол тек қана сіздің ғана проблемаңыз емес. Бұл жер бетіндегі, сіздерге айтайын, мына халықтың алдына шығып сөйлеу деген сөз, халықтың алдына шығып сөйлегендегі қынжылып қысылатын, екі тізеңіз дірілдеп, иегіңіз дірілдейтін нәрсе қорқыныш. Ол тек қорқыныш. Мына жер бетіндегі өлімнен кейінгі екінші орында тұрған қорқыныш екен. Сондықтан уайымдамаңыздар, ол барлық адамзатта бар нәрсе. Одан қалай шығуға болады? Біз сіздермен қазір соны айтатын боламыз. Жамбыл облысы Шу ауданы. Қандай керемет. Мен өзім Шу қаласында мектепті бітірген болатынмын. Маңғыстау дейді, Торғай дейді, Алия Ақтөбеден дейді, Нұрсұлтан, Талдықорған, Шалқар, Ақтөбе облысы, Астана, Атырау, Астана, Жезқазған, Атырау, Алматы, Нұрсұлтан, Ақтау. Машалла, қыздар көп. Жан жақтан екен бізде қыздар. Маңғыстау дейді. Бір затты түсіндіргенде өзгертіп, бірнешелеп қайталау дейді. Өте жақсы. Ойыңызды тиянақты жеткізе алмайсыз. Бір тиянақты ойды айтқыңыз келген кезде бір сөзді немесе бір ойды қайталай бересіздер, иә? Жақсы сұрақ. Ақтөбе облысы. Енді Шымнан сәлем дейді. Шырайлы Шым қаладан үлкен сәлем. Ақтөбе дейді. Өте жақсы қыздар. Енді біз
неліктен айтып отырмын, бұны сабақтың соңында, осы тікелей эфирдің соңында айтатын боламын. Сіздер қай жерден шықтыңыздар және сіздердің руларыңыз кім? Соларды білмейтін болсаңыз, руыңызды жазып алыңыздар, сұрап алыңыздар, сабақтың соңына дейін сұрап алыңыздар. Біз сабақтың соңында соған талдау жасайтын боламыз. Өте маңызды, сіз қай жердің тумасысыз және сіздің руыңыз кім? Осы екеуін білген өте маңызды. Сіздің ораторлық сөйлеуіңізге осы қазақтың, өзіңіздің ата тегіңіздің, жеті бабаңыздың, руыңыздың, еліңіздің тарихын білу өте маңызды. Бұның қандай байланысы бар екенін біз сіздермен қазір айтамыз. Менің оқушыларым да мына жерде қосылып жатыр екен. Өте қуаныштымын, қыздар. Ал енді мен комментарийлерді сөндіріп қоямын. Жақсы, кеттік. Енді жалпы сіздер жаңаға сұрақтар келді, мен қысыламын, үйтемін, бүйтемін деген. Мен жаңа қайталап өттім ғой сіздерге. Жер бетіндегі, халықтың алдына шығып сөйлеудегі қорқыныш, жер бетінде мына өлімнен кейінгі екінші орында тұрған қорқыныш. Одан ешқандай, ол үшін өзіңізді ешбір кінәлаудың қажеті жоқ. Тіптен Леди Гаганың өзі, 15 000 халықтың алдына шығып сөйлейтін Леди Гаганың өзі мойындаған екен. Мен де халықтың алдына шығып бірден сөйлеп кетуге қорқам дейді. Себебі ол рас қорқыныш. Мысалы, Тони Роббинстің өзі, қаншама бүкіл әлемді аузына қаратқан Энтони Роббинстің өзі халықтың алдына шығып сөйлеу алдында жарты сағат кәдімгі спорттық жаттығумен айналысып, өзін секіртіп, кәдімгідей бодибилдинг жасап, кәдімгідей спорттық жаттығулар жасап, денесін қыздырып, жүгіріп шығады сахнаға. Себебі осы леппен, осы энергиямен жүгіріп шығу керек. Бірден көңіл күйі жаңағыдай байсалды, сабырлы болып шыққан кезде ол аудиторияны дәл ондай етіп игеріп ала алмайды. Сол себепті алдыменен энергияны көтерген абзал. Сіздердің жазып отырғандарыңыз бұл тек қана сіздің проблемаңыз емес, жер бетіндегі адамзат баласының проблемасы. Ол рас, ол бар дүние, оны мойындау керек. Тек қана содан шығудың жолдарын білу керек. Ешбір қиын емес. Қазір мен сіздерге алдыменен танысуды айта кетейінші. Мысалы, танысқан кезде, адамменен, бейтаныс адаммен танысқан кезде өзіңіз туралы өте бір жоғары пікір қалдырғыңыз келсе, ондай жағдайда не дейміз? Мысалы, мен мысалы Айжанмен танысып отырмын. Сәлеметсіз бе? Сіздің есіміңіз кім болады? Менің есімім Сая деп қолымды созып, мысалы танысам. Айжан болып таныстық. Біраз уақыттан кейін Сая ұмытып қалады. Аты кім еді? Гүлжан деп еді, Гүлбахрам деп еді, Нұрсұлу деп еді, аты кім еді деп. Содан Саяның ойы бөлініп, Сая ұмытып қалады. Кім деп айтып еді, атын кім деп айтып еді, не деп қаратсам екен, түртіп те қарата алмаймын оны. Бірақ атын айтуым керек болып тұр, қалай айтам деп менің ойым бөлініп, мен әдемі сұхбат ол кісімен жүргізе алмаймын. Себебі ойымның да барлығы оның аты кім еді деген ойменен шатысып отыр. Сол ой менің бір салиқалы ойымды, ол кісінің сөзін тыңдап отырғанымда да тыңдамай қалғаным бірден білініп қалады. Себебі адамның көзі алдамайды, көзінен біліп қойға болады адамның. Сол үшін, сондай нәрсе болмас үшін біз танысқан кезде еш уақытта адамның есімін сұрамаймыз. Кешіріңіз, сіздің есіміңіз кім? Менің есімім Сая деп айтпаймыз. Жоқ, мүлдем олай айтуға болмайды. Не деп айтамыз? Басқаша комплимент айтып бастаймыз. Мысалы, мен Айжанмен танысқым келіп отыр. Айжанды бірінші рет көріп отырмын өмірінде. Қай жерде кездестік? Мысалы, концертте кездестік, немесе театрда кездестік, немесе жолаушы ретінде кездестік. Сапарға кетіп бара жатып. Содан мен Айжанның бойынан бір ерекшелік байқаймын. Бір нәрсесі ұнайды маған. Несі? Білмеймін, бір ерекшелік болады. Айжанның дене бітімі өте әдемі екен, тура бір актриса тәріздес. Енді біз аванстық түрде, мен Айжанды танымаймын, бірақ маған сондай секілді болып көрінеді. Сөйлеген сөзі бір әдемі, немесе маған көбіне айтатын, сіз мұғалімсіз ба деп айтады. Бірінші көрген адамдар. Мысалы, сіздің сөйлеген сөзіңіз мұғалімге ұқсайды деп. Тура сол секілді, сіздің образыңызға қарап, сіздің келбетіңізге қарап, мен сізді сондай ма деп көз алдыма елестетіп тұрмын, сондай секілді деп қабылдап тұрмын деп, аванстық, негізі сіз мұғалімсіз деп сөйлемейміз. Сізге қарап, мен сондай деп елестетіп тұрмын деп бастап комплимент
айтып қана әңгімемізді, сұхбатымызды бастаймыз. Ой, рахмет деп айтады. Жалпы комплиментті қалай қабылдаймыз? Комплимент қабылдайтын кезде де дәл сондай. Бізге айтса, сізді сондай деп ойлап отырмыз де, ой, рахмет, жоқ, мен мұғалім емеспін деп шығамыз, немесе, иә, мен мұғаліммін деп шығамыз. Олай емес. Ой, рахмет, иә, сіздің айтқаныңыз, неге біз рахмет деп қана қабылдап қоймаймыз? Себебі, иә, рахмет деген кезде біз, иә, мен сондаймын, иә, мен балеринамын, иә, мен актрисамын деген секілді бір қалыпты жағдайда, бір жақты күйде қабылдап қоямыз. Мына кісі бізге жылы сөз айтты ма? Иә дедік та, біз теріс қарап алдық. Иә деп жұтып қойдық. Сол үшін кімге бұл жерде кім ұтып тұр? Жаңағы комплиментті естіген адам ұтып тұр. Екі жақ бірдей болу керек. Комплиментті естіген адамда, комплиментті айтқан адамда өте керемет сезімде болу керек. Сол үшін комплимент айтқан адамға, комплимент естіген адамда комплиментпен жауап қайтару керек. Рахмет сізге үлкен. Сізде өте ерекше жан болып көрініп тұрсыз маған. Сізде өте сұлу әйелден бұндай сөз есту мен үшін мәртебе деп жылы сөйлесе, жылан інінен шығады. Демек, екі жақтың сұхбаты басталып, әңгіме дүкен құрылып кетті. Біраз уақыттан соң Сая енді әңгіменің ортасына келген кезде, әңгіме қызып кетіп, екеуі сондай әңгіме құрып жатқан кезде, біраз уақыттан кейін Сая айтады оған: кешіріңіз, әңгімеміз сондай жарасып кетті, екеуміз таныса отырайық. Менің есімім Сая, сіздің есіміңіз кім деп? Менің есімім Айжан деп, сол уақытта ол кісі де айтады. Демек, бұл уақытта енді Сая еш уақытта ол кісінің есімін ұмытпайды. Енді оның есімін ұмытпас үшін біз өзіміздің таныс қыздарымызбен байланыстырып аламыз есімін. Менің ана курстас Айжаным секілді екен ғой деп. Немесе болмаса, ондай болмаса, Айжан немесе Айгүл. Ай мен гүлді, енді Айгүл деген жаппай айтылатын ат, сондықтан Айгүлді, ондай аттарды өзіңіздің таныс қыздарыңызбен байланыстырып алсаңыз болады. Сол уақытта еш уақытта ұмытпайсыз. Немесе ортасында сұрамасаңыз да, ең соңында сіздер екі жаққа кететін кезде, егер ол кісімен тағы кездескіңіз келсе, сізге ұнаса ол кісінің әңгімесі, ондай жағдайда сіз айтуыңызға болады: кешіріңіз, біздің әңгімеміз сондай керемет жалғасын тапты, сондай керемет әсерлі әңгіме болды, таныса жүрейік, сіздің есіміңіз кім болады? Менің есімім Сая деп, менің есімім Айжан деп, ол кісілер де қол алысып, танысып, қоштасып қайтады. Ендігі жағдайда, қазір мен сіздерге сұрақ қояйын. Егер де сіз есімін ұмытып қалған болсаңыз, жаңағыдай соңынан сұрайсыз, сол үшін ұмытпас үшін. Ал егер де сіздің есіміңізді ұмытып қалды, сіз сезіп тұрсыз, сіздің атыңызды ұмытып қалды, не істейсіз? Қалай айтасыз? Жазып өтіңіздерші. Өте жылдам жазып өтіңіздер. Сіздің атыңызды, мысалы, менімен сөйлесіп отырып, Саяның атын ұмытып қалды. Айжан Саяның атын ұмытып қалды. Сая не деу керек? Не деп айтасыздар? Жазып өтіңіздерші. Бұның жауабы өте қызық, және де қыздар, бұл сіздерге өте керемет өмірде, өте сіздерді сондай бір қолайсыз жағдайдан салиқалы алып шығады. Не деп жауап бересіздер? Не деп айтасыздар? Сіздерден сұрамайды әрине, бірақ сіз байқап отырсыз, сіздің атыңызды ұмытып қалды. Не деп айтасыз оған? Сіздің есіміңізді ұмытып қалса. Мысалы, қыздар ойланып отыр, демек, не деп айтамыз? Қыздар айтады, мысалы, менің атым Айнұр деп айтам, дейді, мысалы. Жоқ, менің атым Айнұр десек, егер де мен айтсам, менің есімім Сая, айта беріңіз дейтін болса, ондай жағдайда менің есімімді ұмытып қалғаныңызды байқап отырмын дегенмен пара-пар дүние. Есімімді есіңізге салайыншы деп айтсам дейді. Өте жақсы жауап. Салтанат, есімімді есіңізге салайыншы деп айтқанның өзі де ол адамды кішкене ыңғайсыз жағдайға қалдырады. Себебі сіз менің есімімді ұмытып қалғаныңызды мен байқап отырмын дегендей, ол адамды ыңғайсыз жағдайға қалдырасыз. Ендеше хабарласып тұрайық. Айгүл деп хабарласаңыз, мен сізді бірден танимын. Молодец, тамаша, өте жақсы жауап. Тағы, менің телефонымды жазып қойыңыз, немесе Сая этикет деп жазсаңыз, еш уақытта басқа Саялармен шатыстырмайсыз деген секілді. Көрдіңіздер ме? Демек, біз өзімізді олай
жаңағы өзіміздің атымызды басқа бір нәрсемен байланыстырып, немесе үшінші адамды, үшінші әрекетті қоса отырып есіне саламыз. Мысалы, кеше анам маған айтып еді, нан ала сал келе жатқаныңда деп. Осы айтып тұрып жіберді ғой. Дүкенге кіретін кезде анам хабарласып, Сая, нан алуды ұмытпа деді. Мен тағы да нан алып, нанға кіріп, басқа нәрсені алып, нанды ұмытып кеткен ғой. Сондай бір әдетім бар менің деп. Көрдіңіз бе? Мамам ескертіп тұрып айтты, Сая, нан ал деп айтты. Мен тағы ұмытып кеттім. Деген секілді мамамды, басқаны мысал ретінде келтіріп, басты мақсат есімімізді, атымызды ол адамның есіне түсіру. Көрдіңіздер ме? Өте жақсы жауаптарыңыз. Мен қыздарым өте парасатты, салиқалы қыздар ғой, қыздар. Сондықтан осындай ыңғайсыз жағдайлардан біз өте салиқалы шығамыз. Енді таныстық. Енді біз халықтың алдында, тойларда, жиындарда сөйлеуіміз керекпіз. Ол үшін ең алдыменен біз өзімізді дайындап алу керекпіз. Сахнаға шығатын кезде сахнаның өзінің тұратын кейпі бар. Сахнаның киімі неғұрлым қатал киім болатын болса, соғұрлым сіздің сөзіңіз өтімді, сенімді болады. Оратор дегеніміз кім? Егер де сіз тыңдарман ретінде ұстаздың сабағынан шығып, сол ұстаздың дауысы сіздің құлағыңызда әлі, миыңызда, басыңызда әлі дыңылдап айтып тұратын болса, онда ол нағыз оратор. Көрдіңіз бе? Енді сахнаға шығатын кезде, шығар алдында сіз алдыменен кеудеңізді тік ұстап шығуыңыз қажетсіз. Содан соң міндетті түрде сахнаның алдында, сахна дегеніміз той да дәл сондай, ол да сахна. Тойдағы сөз сөйлеу, төрге шығып сөз сөйлеу, ол да сахна. Сахнаға шығардың алдында өзіңіздің қасыңыздағы адамға айналып үсті басыңызды тексертіп алғаныңыз абзал. Әсіресе ер азаматтарда кейбір жағдайларда шалбарының толқыны, молниясы, замогы кейбір жағдайларда салынбай шығып кетеді. Себебі неліктен? Оларды ол үшін қатты кінәлауға болмайды. Себебі олардың барлық ойы айтатын сөзіне фокусын ұстап тұрады. Сондықтан ондай нәрселерге мән бермей кетуі мүмкін. Әбден ықтимал. Сол себепті міндетті түрде біз үсті басымызды тексертіп алуымыз қажет. Шашымыздың бір тал шаш былай шығып тұруы мүмкін. Осының барлығы толыққанды оқытылып, естіліп, көрініп тұрады. Сол себепті алдыменен біз үсті басымызды бір тексертіп аламыз. Содан соң қабырғаға жақындап, арқамызды, белімізді, өкшемізді, аяқ киімімізді, иығымызды, басымызды барлығын тік ұстап, тік тұрып алуымыз қажет. Мен сіздерге мысал ретінде айтып берейін. 2018 жылы Нұр-Сұлтан қаласында халықаралық Асыл Ана Астана фестивалі болды. Сол фестивальда алдында мемлекеттік фестиваль болды. Сол фестивальға мен құжаттарымды өткізіп, тапсырыс беріп, қатысқан болатынмын. Сонда мен креативті ана номинациясына өзімді ұсындым. Бірақ сондай қатты дайындалып барғанымда креативті ана номинациясын басқа бір келіншек ұтып жеңімпаз болып алып кетті. Сонда мен өте мүлдем сен алмай отырдым, мүмкін емес деп. Себебі мен оған өте қатты дайындалған болатынмын. Дайындалғанда мен өзім миымды 200%-ға сендіріп қойғам. Ол мүмкін емес. Басқаша болу еш мүмкін емес. Себебі мен қатты сенімім, Аллаға деген сенімім, Алла менің миыма болды. Сенікі, сен соған лайықтысың, сен жеңімпаз боласың деп құйып қойған. Қатты сенген мен оған. Сөйтіп отырмыз, қасымыздағы менімен бірге отырған келіншектер сөйлесіп отырып, мен бір түрлі болып отырым дедім. Неге дейді? Саулемай ханым деген қасымда келіншек болды. Білмеймін, ұтпағаныңыз үшін ба дейді. Иә дедім. Мен шынымды айтсам, Саулемай ханым, мына кішкентай Саяның алдында үйге барғанда қалай айнаға қарап, қалай көзіне қарайын деп қатты ұялып отырмын. Мен оған әбден сендіріп қойғам, тек қана осы жеңімпазды мен саған алып берем деп. Бол, сен жеңімпазсың, сен нағыз жеңімпаз болуға лайықсың деп. Енді мен не бетіммен айтып барам, мен қалай мына 30-дан асқан Саяны, 5 жасар Саяның алдында қалай ақтап алам? Мен соны
түсіне алмай отырмын дедім. Сөйтсем, Сая ханым, сіз қызық екенсіз, сонда өзіңізді 1% жеңіліске ұтылам деп дайындаған жоқсыз ба дейді. Сәулема ханым 1% емес, Сәулема ханымның өзі де қазір көріп отырған болар. 1% емес, тіпті 0,01% мен дайындаған жоқпын. Жеңілем деп. Мүмкін емес, мына миыма түк сене алмай отырмын, қондыра алмай отырмын деп айтып отырық. Енді жаңағы нені фестивальды өзіміз жақтырмай отырмыз. Тезірек бітсе екен, қаптап кетті ғой, шулап кетті ғой, мыналар адам көп болып кетті ғой, бітпей кетті деп отырғанбыз, тыңдамай отырмыз ары қарай. Жай сыбырласып залда. Сөйтсек, бір уақытта орысша айтып жатыр. А теперь награждается самые основные номинации деп айтып жатыр да. Тух, қоймады ғой мыналар енді деп түк жақтырмай отырып. Бір уақытта награждается Сая деп мен жаңағы Абдуғани Сая деген қыздар, ол менің псевдо атым. Псевдо атым болған кезде ол құжат бойынша менің фамилиям басқа. Абдуғани деген менің әкемнің аты. Сондықтан мен бренд атымды Сая Абдуғани деп алған болатын. Менің алдынан күтіп отырған есімім сахнадан айтады деп, Сая Абдуғани деп айтады деп күтіп отырғам. Бірақ біз құжаттарды тапсырған кезде олар құжат бойынша тіркейді екен. Менің есімімді айтып, менің құжат бойынша фамилиямды айтқан кезде мен таң қалдым, біздің залда мен аттас біреу бар екен деп тұрып көрейінші дедім, кім екен ол деп. Енді болды ғой, мен номинациям өтіп кетті, енді мен сияқты біреу жеңіп жатыр екен деп тұрып залға, бүкіл залға қарасам, залдың іші үлкен, Қазмедиа орталығының ішіндегі 1,5 мың адам сиятын үлкен зал. Қарасам, қыздар, менен басқа бір адам тұрған жоқ. Сонда ол жеңімпаздың мен екенін түсіндім де, сен алмадым деп менің ана эмоцияма қарап, менің қасымдағы қыздар мен екенін түсініп, түріме қарап, деп тура алдындағы орындықты ұра беріп жерді тепкілей берген ғой. Соткалар құлап жатыр. Оны түсіріп атқан ешкім де жоқ. Кәдімгідей креативті мені құттықтайтын болса, өзім номинация ұсынған номинациямда құттықтайтын болса, адамдар сияқты түсіріп, дайындалып, сценарий бойынша болатын еді ғой. Ана жерде тарсылдап жарты зал дүңкілдеген кезде, ана менің түрме бола, жаңағы сен алмай тұрған түрме эмоцияма қарап, олар одан бетер қуанып жатыр, шыңғырып жатыр. Сөйтсе, ой, бір дәуіреу мына жерде жеңген ғой деп ойлапты, ана ар жақтағы отыр, залдың ар жағындағылар. Ал енді сен алмаймын. Ал енді жаңа кішкентай Саяның алдында мен үлкен Саяны алып шықтым деп, қандай номинация беріп атқанда білмеймін. Атымды айтты да шақырып жатыр сахнаға. Ал менің де дәл сол жерде екі тізем дірілдеп, иегім дірілдейді. Тік-тік-тік. Жан жақтан камера, Қазақстан арнасы, хабар арнасы, түрлі камералар, телевидениялар түсіріп жатыр, маған қарай келе жатыр. Мен дайындалғаным соншалықты сенімді болғаным, ең әдемі көйлек, мынандай бальный көйлек киіп, өз қыздармен келісіп алғанбыз солай. Қыздар бальный көйлек киіп барайықшы, осы өмірімізде санаулы рет қана киеміз сондай көйлек. Қашан киеміз? Қызыл кілемнің үстінен өтеміз, сол үшін кәдімгідей бальный көйлек киіп барайық. Мектепте выпускнойдан кейін киген жоқпыз, тойымызда ғана кидік, выпускнойда кидік, болды, басқа ондай көйлек көрген жоқпыз деп. Осын киіп шығайық деп ақылдасып барғанбыз. Кәдімгі бүкіл еңбегімнің зая кетпегенін естіп, бірақ иегім дірілдеп бара жатыр. Көзімді жұмсам, жаңағы мөлт көзімнен жаңағы жас тамайын деп тұр. Дірілдегенім соншалықты, сен алмай тұрмын, қыздар, түк сен алмай тұрмын. Залға қарап, ораторлық сабақты білгендігімнің нәтижесі. Осы уақытта жүгіріп шықпаймыз сахнаға, немесе баппен жай асықпай жүріп шықпаймыз. Бір қалыппен ғана баппен жүреміз. Және де алдымен кәдімгі толқығанда енді мен ішімнің не болып жатқанын сіздерге айтып жеткізе алмаймын. Қазір мен сіздерге сабырлы болып басылған күйде ғой, 4 жыл болады, 3,5 жыл бұрын болған нәрсе, сабырлы күйде айтып беріп отырмын. Ол кездегі күйімді енді айтып жеткізе алмаймын сіздерге. Сонда жаңағы сахнаға, аудиторияға қарап, залға қарап, күлімсіреп, міндетті түрде күлімсірейміз да, біз қолымызды сермеп амандасамыз. Жұлдыздар не үшін олай жасайды? Өзін бір қалыпты сабырлы күйге шақырады сол уақытта. Міндетті түрде қолымызды сермеп амандасамыз және күлімсірейміз. Камераға да, барлық телевиденияға барлығына күлімсіреп,
оларменен амандасамыз. Енді сіздің үстіңізде шлейф көйлек болатын болса, оны не істейміз? Шлейф көйлекті қолымызға былай алып жүріп бармаймыз. Неліктен? Себебі ақ сүйектілердің барлығы өзінен басқаның барлығы адамға қызмет етеді деп санаған болатын. Демек, адам киімге, көйлектің шлейфіне қызмет жасамайды. Ол шлейф не үшін берілген? Әйелдің соңынан кәдімгідей бір аққу тәріздес, тура бір тоты құс тәріздес, үлкен бір соңынан үзіліп, бір әдемі болып, соңынан сыдырылып жүретін, бір әдемлеп, серігі секілді жалғасы болып келетін әдемі сұлулығы үшін киілген көйлек, осы бір ерекше сән беру үшін киілген көйлек. Сондықтан киімді адамға қызмет етеді деп санаған. Шлейф көйлектің етегі әрдайым сүйретіліп, соңыңыздан сіздің ілесіп жүру керек. Шлейф көйлекті көйлегіміздің алдын көтергенде, сахнаға шығатын кезде, немесе баспалдақтан көтерілетін кезде, екі қолымызбен бұлай көтермейміз еш уақытта. Міндетті түрде бізде қолымызда клатч болады. Жалпы клатчты қалай ұстаймыз? Клатчты бұлай ұстап алмаймыз. Қазір көрсетейін сіздерге. Бұлай ұстап алмаймыз. Бұлай кішкене 45 градус қиғаштан ұстаймыз, немесе бұлай ұстаймыз. Бұл визуалды түрде біздің бойымызды ұзартып көрсетеді. Егер бұлай ұстайтын болсақ, бұл визуалды түрде бойымызды қақ ортасына бөліп, біздің ұзын бойымызды қысқа етіп көрсетеді. Бір қолыңызда клатч болады, екінші қолыңызбен көйлегіңіздің алдын көтеріп, көйлегіңіздің алдын бір қолмен ғана көтеріп жүресіз. Баппен ғана, сабырлы күймен ғана. Енді сахнаға шықтыңыз. Сахнаға шығып сөйлеуді маған әжем 3 жасынан бастап үйреткен болатын. Біз ауылда тұрған кезде, ДК ауылдағы Дом культуры мәдениет үйі, сол жерде Огонек деген 8 наурызға арналған концерт болды. Сол Огонекқа маған тақпақ айтып, жаттатып, әжем мені сахнаға дайындаған болатын. Міндетті түрде өмірде әртіс бол деп айтқан жоқ. Мысалы, ондай мақсатпен емес, жалпы көпшіліктің алдындағы қорқыныштан адам арылған кезде өмірде де осы мықтылық қалыптасады екен. Сондықтан сіз қанша ораторлық сабаққа барыңыз, қанша мамандардан оқыңыз, қанша семинар өтіңіз, тіптен 1000 сағат оны оқысаңыз да, сіз өзіңіз бастамайынша сізді ешкім үйрете алмайды. Бұл ораторлық дегеніміз дәл мына велосипед айдауды үйрену секілді. Сізге техникасын айтады, бірақ оны отырып айдап үйренетін тек өзіңіз. Тура сол секілді дүниеде ораторлық. Сіз кез келген мүмкіндіктен бас тартпаңыз. Сізге сөз берілетін болса, мен сөйлемей қойыншы, сен сөйлеші, маған ұнамайды осы, мен сөйлемеймін деп айтпаңыз. Әр сөз сөйлеу мүмкіндігін өзіңіздің бүгінгі сіздің 1 сатыға өсетін, ораторлықтан 1 сатыға өсу мүмкіндігі беріліп тұр деп қабылдаңыз. Және де оны сабақ ретінде және сынақ ретінде, сынақ болғанда зачет ретінде қабылдаңыз. Бүгінгі сынақтан өтсеңіз, зачет алсаңыз, сынақтан өтілді деген, келесі сатыға сіз дайын тұрсыз деген сөз. Енді сахнаға шығатын кезде жаңағыдай қорқыныштан арылу үшін біз терең демаламыз, мұрынмен демалып, ауызбен шығарамыз. Кемінде 2 рет, 2-3 рет осылай деміңізді терең демалып, ауызбен шығарып тастаңыздар. Енді сахнаға шыққанда менің әжем айтатын. Сахнада сен тура аққу тәріздес келе жатырсың. Сен сахнаға шыққанда ертегі күйінде айтатын, мен балам ол уақытта, сонда айтатын, царевна лягушка ертегісін айтып беретін. Сол жердегі ханшайым тәріздес, сол жердегі принцесса тәріздес. Сен сахнаға шыққан кезде принцесса болып шығасың. Ол жерде не істейді? Царевна лягушка жаңағы түнгі сағат 12-де өзі бір қолменен, патшайым болған кезде бір қолменен сермеп, жаңағы жоқ жерден үлкен дастархан жайлады, екінші қолмен сермесе, үлкен зәулім сарай соғылып, үлкен мереке салтанатты шара пайда болады. Сол жерде үлкен мерекелік той болады. Сол секілді апам айтатын, сен шыққанда ойша дейді, қолмен олай сертме дейді, ойша көзіңмен алып, барлық залды
жауып тастайсың. Барлық залға өзіңнің әппақ шәліңменен залды жауып тастайсың. Залда бір адам жоқ. Сахнада сен жалғызсың дейді. Сахнада сіз және сіздің ең жақын адамыңыз. Әжем айтатын, сахнаның ең төрінде, ең соңғы орында, жоғарғы орында мен отырмын дейді. Маған қара дейді. Ол неліктен жоғары қара деген сөз? Біз сахнаға шыққанда, біз арқамызды қабырғаға қойып, арқамызды тік ұстап алдық қой, алдыменен. Енді осы кейіпті жоғалтпауымыз керекпіз. Егіміз біздің еденге тең тұру керек. Одан қатты көтеріп кетсек, біз шалқап кетеміз. Сол үшін сахнаға шыққаннан кейін көзімізді қайда қаратамыз. Сіз байқасаңыз, сахна әрдайым оқырмандардан жоғары тұрады. Сол сахнада тұрған кезіңізде қарама қарсы тұрған қабырғаменен жоғарғы қабырғасының мына бұрышына қараймыз. Мына екеуінің қиылысқан жеріне. Демек, стена мен потолоктың бұрышына. Түсінікті ғой, осы бұрышқа қараған кезде сіз сахнада тұрып, қарама қарсы тұрған үлкен аудиторияның жаңағы карнизына қарайтын болсаңыз, ондай жағдайда сіз галтелина қарайтын болсаңыз, ондай жағдайда сіз қатты шалқайып кетпейсіз. Сонда сіздің арқаңыз тік болып, иегіңіз қатты, басыңыз қатты артқа шалқайып кетпейді. Тойларда қайда қараймыз? Тойда екі жастың отыратын орындығының басына қараймыз. Себебі екі жастың басы төмен тұрады. Тұрып тұрса да олар төмен тұрады. Мына орындықтың басы өте жоғары тұрады. Сонда сіз жоғарырақ қарап тұрған кезде, ол бастарының деңгейінен кішкене жоғары қарап тұрған кезде, сіз басыңызды тік ұстап тұрасыз. Сізге тойларда, жиындарда сөз бергенде, міндетті түрде көпшілікпен бірге, бұлай қаз-қатар ілініп тұрады, тізіліп тұрады ғой адамдар. Қаз-қатар тұрған кезде сізге сөз беретін болса, бір қадам алдыға жылжисыз. Неліктен? Себебі алыстан қараған кезде кімнің сөйлеп жатқаны білінбей қалады, естілмей қалады. Микрофон кімнің қолында тұрғаны көрінбей қалады кейде. Көп адамның алыстан көздері көрмейді, үлкен кісілер болады ол жерде. Және де бірнеше адамда микрофон қолдарында болуы мүмкін. Қайсының сөйлеп тұрғаны көрінбей қалады. Сол үшін міндетті түрде бір қадам алдыға жылжып тұрасыз. Енді сахнаға шықтыңыз. Сахнада сіз жаңағы өзіңіздің көзіңізді ұстап алдыңыз. Бір ғана нүктеге қараймыз. Шыққан бойда алдымен бір нүктеге қараймыз. Сахнаға шыққанда ең қиыны алғашқы 30 секунд. Осы 30 секундта сіз адамдардың назарын аударбасаңыз, болды, одан кейін екінші деміңіз ашылып, сөйлеп кете бересіз. Ешқандай қиындығы жоқ, қыздар. Ешбір оның қиындығы жоқ. Қорықпаңыздар. Енді мен қазір сіздерге бір нәрсе сұрақ қоям. Қалай ойлайсыздар? Сіздердің айтып отырған әңгімелеріңіз сіздердің мәтін дейікші, сіз сахнаға шығып айтатын мәтініңіз бар. Осы мәтінге, тек мәтінге неше пайыз тәуелді сіздің осы бір ораторлық, әдемі, бір салиқалы, парасатты, бір ерекше сөйлеп шығуыңыз неше пайызға тәуелді деп ойлайсыз? Пайыз күйінде жазыңыздаршы. Орысша айтқан кезде, как вы думаете, на сколько процентов зависит ваше выступление от самого текста? Түсіндірдім деп ойлаймын, сіздерге. Неше пайызға деп ойлайсыздар? 50% деп ойлайсыздар. Жақсы, тағы да. Жазыңыздар, 90 деп ойлайсыздар. Тағы. Сексен, 10, 30. Айнура Байжанова деген менің құрбым бар еді, Айнұр Байжанова, сол Айнұр ғой деймін. Мен комментарийді сөндіріп қойған кезде, мына жерде сұрақ белгісі тұр, сол сұрақ белгісіне сұрақтарыңызды жазып өтсеңіздер болады.
Жаза беріңіздер. 70 дейді, 10 дейді. Тағы. Тағы қалай ойлайсыздар? Жалпы қыздар, Алан Пиздің пайымдауынша, көріп отырсыздар ма? 5% дейді, біреу 90% дейді. Әр түрлі жауаптар келіп жатыр. Бұл жерде мәтінге, тек мәтінге қыздар, мен мәтінді ғана сұрап отырмын. Сіздің мәтініңізге не айтып тұрғаныңызға, неше пайызға тәуелді сіздің қандай қып сөйлеп шығуыңыз? Тек мәтінді алып отыр мен қазір. Қалай олайсыздар? Неше пайызға тәуелді? Жеті дейді. 7, 60, аяқ астынан шықса 30, 40, 15, 70, 10, 20, 80, 93, 50, 40, 80, 10, 30, 50, 30, 50, 10. Өте көп қыздар, жауаптар өте көп, 50%. Ең төменгісін мен 5 деп көрдім, ең жоғарғысы 90 деп көрдім, я? Енді қараңыздар, сіздердің қалай сөйлеп шығуларыңыз Алан Пиздің пайымдауынша адамның мәтініне 7% ғана тәуелді екен. Демек, сіз не туралы айтқаныңыз тақырыпқа, сіздің жаңағы айтатын сөзіңізге 7% тәуелді екен. Қалған 34% сіздің сырт келбетіңізге байланысты. Мысалы, сахнаға бір адам екі түрлі киіммен шықты делік. Спорттық киіммен шыққанда қалай қабылдайды оны? Әлде классикалық костюммен шыққанда оны қалай қабылдайды? Әрине, дауыс беріңіздер мына жерде. Қандай киіммен шыққанда сіздер адамды көбірек қабылдайсыздар айтқан сөзін? Бір мәтінді айтып шығады, бір баяндаманы оқып шығады. Классикалық костюм ба, әлде спорттық костюм ба? Қайсымен шыққанда сіздерге сөзі өтімді, қонымды болады? Костюм не костюм, не спортивка? Қысқаша жазайықшы, тіптен қысқартып тастадым сөздерді. Мәтінге 70% деп жазып жатыр екен қыздар мына жерде. 10% деп әлі мәтіннің жауаптары келіп жатыр. Салиқалы киім дейді, классика дейді, костюм дейді, классика дейді. Көрдіңіздер ме? Классикалық киімменен. Неғұрлым, жаңа мен сабақтың басында айттым, неғұрлым біз жаңағы қатал түрде киінетін болсақ, орысша айтқан кезде, чем строже мы выглядим, тем больше доносится наша информация, тем больше воспринимается это аудиторией. Түсінікті ғой, костюм классикалық. Барлығыңыз міне бір ауыздан классика, костюм, классика, костюм, классикалық костюм. Барлығымыз бір ауыздан классикалық костюмды таңдаймыз. Сондықтан көрдіңіздер ме, неғұрлым біздің киіміміз қатал, демек строгий болатын болса, соғұрлым бізді халықтың қабылдауы да сондай болады екен. Сондықтан енді біз ең төрде мен әжемді отырғызып қойдым. Немесе өзіңіздің ең жақын адамыңызды, анаңызды отырғызып қойсаңыз болады. Енді анаңыздың алдында қалай сөйлейсіз? Анаңызға қалай айтып бересіз? Үй тапсырмасын мектепте жаттауды айтқан кезде анаңыздың алдында қалай айтасыз? Тура солай тек қана анаңызды ғана көріп отырып айтыңыз. Көзіңізді жан жаққа жүгіртпеңіз. Неліктен? Себебі біз көзімізді жүгірткен кезде адамдардың әртүрлі көздерін көріп, біз ойымызды шашыратып аламыз. Еш уақытта адамның көзіне қарамаңыздар ол уақытта. Енді төрдегі адамды тауып алып, соған қарап отырсаңыз, сіз бір адамға қарап отырсаңыз, сол адамның, мысалы, бір адамға қарап отырсыз ба, сол адамның қасындағы адамдарға да соларға қарап отырғандай болып көрінесіз. Соның әрқайсысына жеке қарап отырғандай болып көрінесіз. Сондықтан бір-ақ адамға ғана қараймыз. Уақытымыз өте осы судырап өтіп бара жатыр қыздар. 1 сағат уақытымыз бар, жылдам айтайық. Енді бір нүктеге қарап сөйлей бере алмайсыз ғой. Сол себепті сіз енді аудиторияны 3-ке бөліп аласыз. Ортадан тура, міне сіз ораторсыз, көрініп тұр ғой сіздерге. Тура ортадан
тік қарайсыздар, ортадан, енді ең төрден емес, ортаңғы жақтан, бір ортаңғы қатардан бір адам тауып алыңыз, сол кісіге қарап сөйлесіз, бірақ адамға қарап. Сол жақтан бір адамды қарайсыз, айналып түрде сіздерге керісінше көріп отырмын, мен сол қолым. Сол жақтан бір адамды таңдайсыз, және оң жақтан бір адамды таңдайсыз. Болды. Осы үш адамға қарап сөйлесіздер. Осы үшеуіне қараған кезде қасындағыларға да сіз солардың жаңағы қасындағы адамдарына қарап отырғандай болып көрінесіз. Қасындағы адамдардың әрқайсысына бөлек-бөлек көз жүгіртудің қажеті жоқ. Мына көзбен байланысты тығыз ұстап алсаңыздар, сіздер ойларыңыз шашылып кетпейді, қысылып қалмайсыздар. Кекештеніп, сөзіңізді жаңағыдай жоғалтып алмайсыз еш уақытта. Осы кекештену жөнінде сіздерге жақсы бір үй тапсырмасы, сіздерге «Король говорит» деген фильмді көріңіздер. Жолдастарыңызбен, күйеуіңізбен бірге көріңіздер. Әйелінің күйеуі кекеш болып, корольдық тронға, таққа отыра алмағандықтан, әйелі күйеуін сол кекештіктен үйретіп алып шыққан маман, жақсы маман тауып үйретіп, кәдімгідей айтады ғой, мына әйелдің дұғасы деген, күйеуіне, отбасына деген дұғасы өте керемет күші бар, қыздар. Сондықтан жаңағы сол жайлы көрсетеді, жақсы көрсеткен, соны жақсы жеткізген, әйелінің күйеуіне деп тілеген тілегін Аллах қабыл етіп, күйеуін таққа, корольдық орынға, тронға отырғызған. «Король говорит» деген фильмді көріңіздер. Күйеуіңізбен бірге көріңіздер. Өте жақсы. Күйеулеріңізге, ер азаматтарға өте қатты ұнайды. Енді сіз демек жаңағы нені үш жақтан тауып алдыңыз. Енді сөйлейтін кезде арғарай не туралы айтасыз? Міндетті түрде сахнаға шығар алдында, тойда, жиындарға барған кезде міндетті түрде сіз сөзіңізді дайындап баруыңыз қажет. Барғанда ойыма не келеді? Ойыма келе береді ғой, айтам ғой деген нәрсе болмайды. Не туралы айтасыз, қалай айтасыз, соны нақтылап, тиянақтап алуыңыз қажет. Ол үшін, мысалы, мына бір қолыңыздың саусағын, немесе бір 10 түрлі цифрмен сіздердің қазір уақыттарыңызды алмайым. Мына 5 ережемен өзіңізді не істеп алыңызшы? Кәдімгідей 5 саусақпен 5 ереже етіп жаттап алыңыз. Бірінші мен шыққанда мынаны айтам, екіншісін мынаны айтам, үшінші мынау, содан соң төртіншіге мынаған өтем, бесіншіге мынаған деп. Осы 5 саусақпен бірге, санамақпен бірге жаттаңыздар. Сонда еш уақытта сіздер қателеспейсіздер. Енді біз жаңа сіздерге айтқан болатынбыз. Сіздердің қай жерден екендеріңіз қажет, білу қажет міндетті, және сіздердің жаңағы руларыңыздың кім екенін білу өте маңызды дедік, иә? Жаңа сіздер қай жерден екендеріңізді жаздыңыздар. Енді бір ауыз сөзбен ғана жазыңыздаршы. Мысалы, Атырау, мысалы, Адай деген секілді. Немесе, мысалы, Алматы, мысалы, Үйсін деген секілді. Солай жазып өтіңіздерші. Егер де сіздің руыңыздан үлкен шыққан батыр, немесе хан болған бабаларыңыз болатын болса, онда тіптен керемет. Оны білетін болсаңыздар, өте тіптен керемет. Онда 3 сөзбен жазыңыздар. Мысалы, Қарағанды, Арғын, Кенесары деген секілді. Осылай 3 сөзбен жазып өтіңіздер. Қазір мен комментарий қосамын. Үйде қонақ отырғанда кімге қарап сөйлеймін дейді. Сіз қожайынсыз ғой, мен түсінігім бойынша. Сіз қожайын болатын болсаңыз, онда жаңағы төрден бастайсыз. Сіздің басты қонағыңыз кім? Соған қарап айтасыз. Басты қонағыңызға қарап, әрқайсына тілегіңізді айтып шығасыз. Бір адамға ғана сөйлемесіз. Бірақ бір адамнан бастайсыз. Үйдегі қонаққа міндетті түрде дайындалу керек. Кез келген жерде. Алматы ошақты дейді. Шымкент, Қоңырат, Маңғытай. Маңғытай деген ру, е? Сіздердің руларыңыздан шыққан, жоқ, Маңғытай деген сіздердің бабаларыңыз ба?
Бетекші, міне, жақсы. Ал тағы да кетті. Талдықорған, Найман, Қаракерей, Қабанбай дейді. Өте жақсы. Алматы, Жаныс, Наурызбай Батыр дейді. Қандай керемет. Әулие, Сіргелі, Жаңатас, Тама, Төлеп дейді. Қарағанды, Арғын, Ағыбай Батыр дейді. Қыздар, көрдіңіздер ме? Тіптен сіздердің ата тектеріңізді айтқан сайын менің де денем түршігіп бара жатыр. Себебі сахнада тұрғанда, тойда, жиындарда тұрғанда сіз қасиетті жерді тербейсіз. Үлкен әруақтарды айтып қозғаған кезде, оларды сыйлап тұрып құрметтегеніңізді көрсеткен кезде, керемет отырған халықтың рухы көтеріледі. Тура сол бабаңыздың ұрпағының рухы көтеріледі. Енді біреуін алайық, иә? Мына жерде Көкшетау, Шынар, Жәнібек, Керей дейді. Осыны алайықшы. Көкшетау, Шынар, Жәнібек, Керей дейді. Кімге тағы керек болатын болса, төмендегі сұрақ белгісі батырмасына жазып өте беріңіздер, мен комментарийді сөндіріп қоям. Не үшін мен бұны сұрап отырғанда қазір мен сіздерге айтам. Сұрақ белгісіне жазып өтіңіздер, біздің 10 минут уақытымыз қалды, 1 сағат уақытымыз өтіп кетті, қыздар. Төмендегі сұрақ белгісіне ғана жазып өтіңіздер. Көкшетау, қалай деді жаңа? Көкшетау руы кім деді? Жәнібек, Керей, Шынар. Сонда руларыңыз Шынар ғой? Түсінгенім бойынша. Иә? Руларыңыз Шынар ма? Көкшетау, Шынар, Жәнібек, Керей. Енді біз келдік тойға. Мен мысалы Айжанның, құрбымның тойына келдім. Айжан тұрмысқа шығып жатыр. Енді мен сахнаға қалай шығу керектігін білдім. Қайда қарау керектігін білемін. Енді не туралы айтам? Ал соншама дайындалып келдім, не туралы айтам. Айтатын сөзімді ұмытып қалмас үшін формулаға саламыз. Ешқандай қиындығы жоқ бұл жерде. Ең алдыменен бұл жерде шығатын жіберетін қателік. Мен Айжанның құрбысы едім, екеуміз бір жатақханада тұрып басымызда бірге күн өтпеген нәрсеміз жоқ. Айжан менің жақын подружкам. Кешіріңіздер, толқып кеттім. Осындай сөздің керегі жоқ, қыздар. Толқисыз ба? Той біткеннен кейін құшақтасып, өксіп тұрып жылаңыз. Халықтың алдында олай толқудың қажеті жоқ. Ал олай толқитыныңыз бар ма? Өзіңізді қолыңызға алыңыз. Және де жақсылыққа барып жылаудың қажеті жоқ. Керек емес. Жылауықтың көкесі менмін, қыздар. Мен жылағым кеп тұрады ылғи. Бірақ керек емес. Жақсылықты көз жаспен бастамаңыздар. Сіз шынайы түрде Айжанға жақсылық тілейтін болсаңыз, жақсы ниетпен барсаңыз, жақсы оймен барсаңыз, әсіресе тұрмысқа шығып жатқан, немесе үйленіп жатқан, отау көтеріп жатқан, шаңырақ көтеріп жатқан тойларда жылаудың қажеті жоқ. Жақсылықты көз жаспен мүлдем бастамаймыз. Болды. Сондықтан енді мен өзімнің Айжанға қаншалықты жақын екенімді көрсеткім келіп тұр. Жатақханада бірге тұрып басымыздан өтпеген нәрсенің жоқтығын білдірткім келіп тұр. Бірақ ондай нәрсені айтудың қажеті жоқ. Оны Айжанмен оңашада қалғанда түрлі нәрсесін айтасыздар. Сол үшін халыққа өте бір өтімді болу үшін біз бір қадам алдыға шықтық, өзімізді көрсеттік. Аудиторияның іші шулап жатыр. Сол уақытта біз аудиторияны, шулап жатқан аудиторияны сап тиіп алуымыз керекпіз. Түсінікті ме? Демек, бұл тәсілді мұғалімдер өте жақсы инстинктті түрде біледі. Балалар шулап жатқанда не істейді? Балалар, тыныш! Ал енді сабағымызды жалғастырамыз дейді. Көрдіңіз бе? Бұл да нағыз жаңағы техникасы, өзінің дауыс ырғақ техникасы. Егер де 7% біздің мәтінімізге тәуелді болса, 34% біздің киім келбетімізге тәуелді болатын болса, қалған 59% біздің дауыс ырғақ интонация, эмоциямызға байланысты екен. Себебі бір мәтінді шығып, сәлеметсіздер ме құрметті қонақтар, менің есімім Айжан деп тұрып айтсақ болады. Немесе өте қатты сөйлейтін адамдар бар. Армысыздар, құрметті қонақтар, бүгінгі біздің кеште. Ондай сөйлеудің де қажеті жоқ. Ол бір әртістік болып, бір актерлік болып, немесе бір сіз концертке келген кезде бір тура колонканың қасына отырғанда, даңғырлаған дауыстың қасында отырып, бір уақытта басыңыз ауырып кетеді, біраз уақыттан кейін құлағыңыз үйрене бастайды оған. Шықсаңыз құлағыңыз дың-дың-дың етіп тура бір шу жетіспей тұрған секілді болады. Тура сондай нәрсе. Қатты бір баппен айқайлай берудің қажеті жоқ. Қалай айтамыз? Толқын тәріздес. Кәдімгі толқын тәріздес. Неге
дирижерлар кәдімгі толқын тәріздес жасайды, көрсетіп тұрады қалай ойнау керектігін. Дирижер еш уақытта былай көрсетпейді. Жоғары, төмен, жоғары, төмен. Енді сөз сөйлегенде де дәл сондай. Жоғары, пауза, төмен. Жоғары, пауза, төмен. Пауза не үшін керек? Біздің жоғарыда айтқан сөзімізге назар аударту үшін адамдарды. Балалар тыныш. Пауза. Балалар естіді. Балалар тыныш деген сөзді. Паузаның алдындағы айтылған сөз қандай? Балалар тыныш. Ал енді сабақты жалғастырамыз дейді ұстаз, мұғалім. Демек, паузадан кейін сіз сыбырлап сөйлесеңіз де, сізді халық естиді. Тура осы техникаменен жылжимыз. Амандасамыз аудиториямен міндетті түрде шығып, Нұржан, Айжан тойларың құтты болсын деп айтып кетпейміз. Халықпен амандасамыз. Біз Айжанға жақын құрбы екенімізді көрсеткіміз келіп отыр ғой. Қандай жақын екенімізді көрсеткіміз келетін болса, онда Айжанға келген қонақ та маған келген қонақ деп айтатын болсақ, менің Айжанға бөтен еместігімді білдіреді. Армысыздар? Ой, мынау кім дейді. Кәдімгідей даусымызды шығарып айтамыз. Мынау кім? Біреу шықты ғой мына жерде дейді. Барлық аудитория тынышталады. Пауза. Армысыздар? 3 секундтық пауза. Паузаны сақтай алмайтын болсаңыздар, тез-тез сөйлейтін болсаңыздар, кәдімгідей өзіңізге нені айтатын мәтініңізді жаттап, бөліп алыңыз. Кәдімгідей бөліп алыңыз. Іштей 1, 2, 3 деп санап тұрыңыздар. Сонда паузаларыңыз өте дұрыс қойылған болады. Енді Көкшетау, Шынар, Жәнібек хан деді, несін, бабасы. Енді Көкшетауға келдік біз. Сіз қайда келіп тұрсыз? Қандай жерге келіп отырсыз? Демек, Айжанның ұзату тойына келдік дейікші, былай айтқанда. Айжанның руы қандай екен? Жаңа жазған қыздың жазуын біз Айжанның жазуы деп қабылдайық. Айжан Көкшетауда тұрады екен, біз Көкшетауға кетпіз. Айжанның руы Шынар екен, ата-бабалары Жәнібек хан екен. Демек, біз Көкшетаудың жерін құрметтеп, Көкшетаудың тұрғындарына рух беруіміз керекпіз. Кәдімгідей оларды сыйлайтынымызды, құрметтейтінімізді көрсетуіміз керекпіз. Армысыздар? Пауза. Алаштың айбынына айналған қасиетті Сарыарқаның жеріне. Көрдіңіздер ме? Пауза, төмен, жай айтамыз. Жоғары, пауза, төмен. Киелі Көкшетауды біз әдемлеп тарихи сөзбен басқаша жеткіземіз. Киелі Абылайхан бабамыздың еліне. Көрдіңіздер ме? Көкшетауда не орналасқан? Абылайханның тағы орналасқан. Барлық әскерлерін Абылайхан сол жерге жинайтын болғанды. Әр жердің қасиетті ерекшелігі бар. Сол ерекшелікті ерекше атап өтуіміз керекпіз. Айрықша тура атап өтуіміз керекпіз. Енді біз жалпы көкшетаулықтардың рухын көтердік па? Келген қонақтардың әрине көтердік. Енді оның ішінде Жәнібек ханның біз жаңағы руын көтеруіміз керекпіз. Сол бабадан тараған ұрпағының рухын көтеруіміз керекпіз. Демек, Жәнібек бабамыздың еліне жиналған құрметті қонақтар. Бүгін енді кімнің үйі, кімнің дастарханы, қандай тойға келдік, соны айтамыз. Біз Айжанның ұзату тойына келдік, бірақ бұл жердегі ақ дастархан бізді барлығымыздың басын қосып отырған. Кім? Айжанның әке-шешесі. Той иесі кім? Айжанның әке-шешесі. Ол кім? Мысалы, Бексұлтан мен Гүлнұр дейік, мысалы, бүгінгі Алаштың айбынына айналған қасиетті жеріне, жаңағы Абылайханның еліне, Жәнібек бабамыздың қасиетті Абылайхан бабамыздың жеріне, Көкшетау деп айтпаймыз. Көкшетау десек, жай шаблонды түрде кетіп қалады. Көкшетауды ерекшелеп біз Абылайханның жеріне дедік. Қасиетті Абылайханның жеріне, киелі Жәнібек бабамыздың еліне, және де Бексұлтан ағамызбен, кім дедім? Әйелінің аты дедім. Әйелінің атын айта салайық жарайды. Гүлім анамыздың
ақ дастархан төріне жиналған құрметті қонақтар. Бүгінгі Айжанның үлкен жолға ұзатылып отырған өзінің ақ сапарына ұзатылып отырған үлкен салтанатты шарасына хош келдіңіздер деп қонақтармен амандасамыз. Кәдімгідей қонақтарды әдемі салиқалы сөзбен қарсы аламыз. Сонда сіз ол жерде кәдімгідей халықтың барлығының рухын көтересіз. Содан қателік жіберетін дүние, қыздар, сөйлеп тұрған кезде жалпы салиқалы сөйлеудің 3-ақ формуласы бар. Тойларда ғана емес, жалпы өмірде де. Сіз қалай сөйлейтін болсаңыз, сіздің сөйлеуіңізге қарай сіздің табысыңыз да келеді, және сіздің лауазымыңыз да соған сәйкес болады. Бұл, қыздар, 200%-ға дәлелденген дүние. Салиқалы сөйлеудің 3-ақ формуласы бар. Оп-оңай. Менің әжем айтқан осы формуланы әжем өзі ойлап тапқан шығар, білмеймін, басқа мен еш жерде оны естіген емеспін. Ең бірінші бір тілде ғана сөйлеу. Қазақ тілінде бастасаңыз, орысша сөздер қоспау керек. Орысша сөздерді біз төл сөз ретінде, немесе мысал ретінде, мақал-мәтелдерді айтқан кезде, жаңағы авторлық төл сөздерді айтқан кезде ғана қоса аламыз. Мысалы, орысша ол былай деген секілді. Ал жалпы сөздің арасында например, уже деген секілді сондай сөздерді қосып сөйлемейміз. Екінші ереже, мейлі орысша сөйлейтін болсаңыз, тек орысша сөйлейсіз. Ондай жағдайда өзге тіл, қазақша сөздерді қоспаймыз. Орысшаңыз жетпей тұратын болса, қазақша сөз қосып кетуге болады деген рұқсат берілмеген. Ондай деген сөз емес. Орысша сөзіңіз жетпей тұрса, онда сіздің орыс тіліндегі сөз қорыңыз аз деген сөз. Демек, сізге орыс тілін әлі жетілдіру керек, жаттау керек, сізге әлі жұмыс істейтін нәрсе өте көп деген сөз. Ағылшын тілінде ойыңызды жеткізе алмасаңыз, үйрену керек деген сөз. Демек, адам үнемі білім үстінде, ізденіс үстінде, даму үстінде жүру керек. Себебі жердегі барлық тіршіліктің діңгегі адамзат болып жаратылғандықтан, кез келген дүние кемеңгерлікке жоғары қарай жылжиды. Гүлдің өзі тасты тесіп шығады. Балықтың өзі тамақ, қорек іздейтін болса, қорек қажет болса, ол жоғары қарай судың бетіне ұшып шығады, көтеріліп шығады. Тіптен тіршіліктің барлығы жоғары жылжығанда, адамзат баласы тіршіліктің діңгегі болғандықтан, ол тіптен әрдайым өсім үстінде болу керек. Өсімдік еш уақытта бір орында қалып қоймайды. Не өсіп, құлпырып, жадырап, гүлдеп, жемісін беріп, жоғары өседі, немесе тоқтап, құлдырап, тіршілігін жояды. Адамда дәл сондай. Мен бір орында қалып қойдым деген нәрсе болмайды. Адам не өсіп дамиды, не кері деградацияға кетіп қалады. Сондықтан қай жолды таңдау, ол тек өзіңізге ғана байланысты. Сондықтан, қыздар, өз ата-бабаларыңызды зерттеңіздер, елдеріңізді, жерлеріңізді, қасиетті Алаштың, қазақтың әрбір жерін құрметтеңіздер, дәріптеңіздер, сыйлаңыздар, жазыңыздар, және жаңағы ата-бабаларыңызды, жеті аталарыңызды жатқа біліңіздер. Жаңағы мен айтып отырған салиқалы сөйлеудің біріншісі біздің, мен айтқандай, бір тілде сөйлеу болса, екіншісі біріншісі бір тілде сөйлеу, екіншісі паразит сөз қоспау. Паразит сөз дегеніміз не? И деген сөздердің барлығы да паразит сөз. Немесе күшті, мына ручка прям күшті екен, осы сөйлейтін қыздар бар. Прям деген не ол? Ол паразит сөз. Ол өзге тілдің енген сөзі қажет емес. Немесе күшті. Күшті деген сөзде паразит сөз. Керек емес, онда паразит сөзді алып тастаңыз. Күшті деген сөзді қандай сөзбен алмастыруға болады? Мына қалам өте керемет екен. Мына ручка прям күшті қалай естіледі? Немесе мына қаламды қараңыздаршы, қандай керемет, өте ерекше. Сая Әбдіғани деген есімі бар екен. Бұны жасаған кім? Шыңғыс Сапарбек деген бала бар. Өзі 15 жасында Қазақстан Республикасындағы ең жас кәсіпкер атағын иеленген, 15 жасында ең алғашқы миллион теңгесін тапқан қандай керемет бала. Сол бала жасайды екен осындайды. Қараңыздар, көрдіңіздер ме? Бір тілмен сөйлеп және паразит сөздерді қоспай айтатын болсақ, онда біздің сөзіміз салиқалы болады. Үшінші ережесі,
деген нәрсені қоспау. А, о деп. Демек біз деген сөзді, сөзде емес ол, бұл жай қосымша, паразиттік қосымша. Осы қосымшаны айтқан кезде ойымызды бір тиянақтай алмай қалатын секілдіміз бұны қоспасақ. Бұл жай біздің байланысымыз. Ойымыздағы байланыс. Егер ны айтпасақ, біздің тура бір ойымыз тиянақталмай қалатын секілді. Бұл ны алып тастау оңай емес. Бірақ оны міндетті түрде алуды үйренуіміз керекпіз. Осы 3 ереже бойынша сөйлейтін болсаңыз, кез келген жерде, кез келген ойда, кез келген ортада сіздің сөзіңіз өте салиқалы, қонымды, өтімді шығады. Практика жүзінде, тәжірибе жүзінде бұны қосып, дәлелдеп көріңіздер. Оңай емес, алғашқы кезде кішкене қиындау болады. Бірақ оған үйренуге болады, қыздар. Біздің уақытымыз 1 сағаттан асты, сұраныстар өте көп. Қыздар, сіздерге жалпы түсінікті болды ма, жазып өтіңіздерші мына жерге. Өздеріңізбен бір не істеп өтейін мен. Кері байланыс алып көрейін сіздерден. Сіздерге қаншалықты бұл түсінікті болғанын, себебі маған кері байланыс өте маңызды. Сіздерге ұнап жатса, мен сіздерге тіптен беруден одан бетер шаршамаймын. Қаншалықты сіздерге ол жаңағы өздеріңізге түсінікті болды, қаншалықты ақпарат қабылдадыңыздар. Сол жайында. Енді жүректер деген кетіп жатыр мына жерде. Той сайын осылай ру туған жерден бастасам, тойда көп рет кездесетін адамдардан ыңғайсыз емес пе дейді. Лакки дейді. Өте жақсы сұрақ. Сіз бір ғана нәрсе жаттап, барлық жерге Көкшетаудың жеріне бара бермейсіз қой. Көкшетаудың өзінде бірнеше сіз руға барасыз, бірнеше ата-бабаның жеріне барасыз. Сіз бір рет сөзіңізді салиқалы қойып алғаннан кейін, сіз суырып салма шешен ретінде сөздер өздігінен шыға береді. Мысалы, Көкшетауда сіз қасиетті Абылай ханның жері дейсіз. Астанаға келсеңіз, сіз қасиетті Сарыарқаның жері дейсіз. Шымкентке барсаңыз, шырайлы Шым қаланың жеріне дейсіз. Түркістанға баратын болсаңыз, қасиетті баптың бабы Арыстан баптың жеріне дейсіз. Немесе қасиетті біздің киелі бабамыз Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың жеріне дейсіз. Тағы әрбір жерде, әрбір қазақтың әрбір жері текті, әрбір ұрпағы текті, әрбір жері қасиетті. Себебі неге қасиетті білесіздер ме? Себебі қазақтың титтей тасын, топырағының қоқымын ата-бабаларымыз қанмен, термен аман алып қалған. Сол үшін де ол өте қымбат, өте ыстық, жер бетіндегі ең қымбат жер. Тіптен саясатқа үңілмей-ақ қойық, бірақ та жалпы айтқанда, масштабты түрде қараған кезде біздің жаңағы қазба байлықтарымыздың өзі де өте көп мемлекетке қарағанда әлде қайда бай мемлекетпіз. Сондықтан қыздар, көрдіңіздер ме? Қазақтың әрбір жері киелі, әрбір тегі оның текті, әрбір ұрпағы текті. Сондықтан тектілігімізді жоғалтпайық, рухымызды түсірмейміз, еңсемізді көтереміз. Кез келген сөз сөйлеуге мүмкіндік беріп тұрған жерде бір-біріміздің рухымызды көтеріп, қазақ екенімізді мақтанып айтып, қазақша таза сөйлеуді үйренеміз. Тілімізді жаттаймыз, тілімізді құрметтейміз, тілімізді баптап, байыптап, келесі өзімізден кейінгі ұрпаққа, салиқалы ұрпақтың қандай болу керектігін үйретіп, балаларға соны береміз. Жақсы қыздар, керемет алғыс келіп жатыр. Мен сізді бүгін алғаш көріп риза болып отырмын дейді. Амина ханым, рахмет сізге үлкен. Амина ханым, біздің кешкірдім дейді қыздар мына жерде. Рахмет, өте керемет Сая ханым. Білгенім 19, білмейтінім 99 екен дейді. Жұлдыз ханым, сіз көрдіңіздер ме? Жұлдыз ханымның өзі менің қасымда жүргеніне 2 жыл болды. Соның өзінде Жұлдыз ханымның өзі жаңалықтар ашып отыр. Қыздар, бірімізден біріміз үйренеріміз өте көп. Бұл тегін сабақ бізде ақылы, менің сабақтарым өте қымбат қыздар.
арзан тұрмайды. Бір адамға біздің курсымыз 120 мың теңге тұрады. Асхана курсы емес, шатыстырмаңыздар. Толыққанды офлайн этикет курсын айтып отырмын. Сол сабақта берілетін ақылы сабақтарды мен сіздерге тегін өткізіп жатырмын. Қасиетті Рамазан айында хадия ретінде сіздерге барынша қазағын білсе екен, еңсесін көтерсе екен, қыздарым өзіне сенімді, сұлу және де өте бай қуатты, салиқалы, парасатты, зиялы ортаға шыққанда өздерін зайырлы тең етіп ұстаса екен деген ниеттемін қыздар. Баршаңызды құшақтадым, баршаңызға менің алғысым шексіз. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Ертең сағат 22:00-де біздің келесі сабағымыз болады. Мен сіздерді асыға күтемін. Таныстарыңызбен бөлісіп қойыңыздар, себебі мына сабақ бізде 48 сағат қана сақталады. Одан кейін бұл сабақтар бізде өшіріледі. Неліктен өшіріледі? Қыздар, мен бір қызғанып отқаным жоқ. Сіздерден дұрыс түсініңіздер. Себебі біз бұл сабақты ақылы өткізген кезде ақшаға сатып алған адамдар, сіз бұл сабағыңыз тегін өзгелер неге алып жатыр деген айыпқа қалып қоямыз. Сол себепті сіздер тегін беріп жатқан кезде алып, оқып, үлгеріп қалыңыздар. Сай ханым, керемет ұнады, алғысым шексіз дейді. Саламатсыз ба? Эфир сақталама дейді. Қыздар, 48 сағат сақтайын эфирді. Өте керемет эфир болды дейді. Қыздар, осы комментарийлерді мына эфирдің соңына жазып өтсеңіздер де болады. Сол комментарийлерді көріп, өзгелерде көреді. Сондықтан қыздар, бір-бірімізден жақсылығымызды аямайық. Оның өзі садақа. Жылы сөз, жақсы сөз айтудың өзі садақа. Сондықтан осы айда садақаны барынша көп беруге тырысайық. Жақсы жатып, жайлы тұрыңыздар. Рахмет сіздерге дейді. Енді қыздарымыз алғысын жаудырып жатыр. Сау болыңыздар.